Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі тақырып сіздерді өте қызықтырады деп ойлаймын, себебі бірінші және екінші курс студенттеріне, тіпті үшінші курс студенттеріне кеңес деп айтуға болады. Себебі көп жағдайда біз универге түскен кезде тек қана жаңағы анатомия немесе гистология басқасын тағы бастапқы сабақтардан қиналып қаламыз да, тек қана сол сабаққа ғана байланып қала жатамыз. Ал біз сабаққа байланған кезде біздің ойлау қабілетіміз немесе басқа дүниелерге желаниямыз болмай қалады. И бізде депрессия басталып кетуі мүмкін, то что тек қана сабақ, универ, общага немесе квартира деген сияқты екі ортада жүрген кезде біздің адамдармен араласу қабілетіміз төмендей бастайды. И біз белгілі бір тарапта дәрігер болғаннан кейін біз более общительный болуымыз керек. И сондықтан белсенді болу үшін жалпы универде активист болып алға қарай ұмтылып, сіздің алдағы болашақта дамуыңыз үшін сіздің белсенді болғаныңыз өте тиімді болып келеді. Сондықтан сіз қалай белсенді бола аласыз, сіз қай ұйымдарды білесіз және қай ұйымдар сізге пайда алып келе алады деген сұрақтарыңызға жауап берейік. Мен өзім дебаттамын. Сонымен қатар СНК патоморфологтамын. Жалпы бұл маған дебат деген не берген айтайықшы. Біз тек қана медицинада жүріп, медицинаны оқуға міндетті емеспіз. Медицинадан басқа да дүниелерді біз білетін болсақ, онда біздің дамуымызға әлде қайда ол көптеген пайдасын тигізіп отырады. Дебат маған не берді? Дебат маған медицинадан басқа да достарды берді. Дебат маған медицинадан басқа да білімдерді берді. Саясат туралы, өткен туралы, келер, болашақ туралы білімдерді мен дебат арқылы ала алдым. Және дебат сізге не бере алады? Дебат сізге жүйелі сөйлеуді, жүйелі ойлауды, ойыңызды анық және нақты жеткізуді сіз осы дебатқа келіп үйрене аласыздар. Дебат ол тек қана кейбір адамдар ойлап жатады, ол жерде айғай шу деген сияқты. Олай емес. Ол әркімнің өзінің характеріне байланысты, сөйлеу манерасына байланысты. Кейбір адам дебатерлар бар, которые олар жайлап өзінің ойларын жеткізе алады. Сондықтан да дебат деген тек ол айғай ортасы екен деп түсіну ол өте қателік. Сонымен қатар дебат ол маған басқа қалаларға баруға мүмкіндік сыйлады, басқа достар табуға мүмкіндік сыйлады. Жалпы қазіргі таңда бір отбасым десем болады. Екінші отбасым ол менің дебаттағы достарым деп айта аламын. Егер де сіз де қалсаңыз, онда дебатқа, жалын дебат клубына жазылсаңыздар болады. Екінші Казмуса ұйымы бар бізде. Казмуса ұйымында тоже өте көптеген студенттер бар, саны 100-ден асады, кажется. Ол жақта студенттер әртүрлі семинарларға қатысады, сонымен қатар әртүрлі медицинаға байланысты презентациялар жасап, соларды садиктерге барып, немесе басқа да студенттерге таныстырады. Ол жақта Казмусаның ішінде де әртүрлі жүйеге бөлінеді, и сол жүйелер бойынша олар оқып, өсіп, дамып отырады. И оларда басқа қалаларға шығуға деген мүмкіндік ол жақтан да аласыздар. Екіншіден, бізде егер сіз әнге қызықсаңыз, биге қызықсаңыз, өлең оқуға қызықсаңыз, оның каждыйына жас қалам немесе жаңағы квен тағысын тағы сондай әртүрлі ұйымдар өте көп. Сіз өзіңіздің қабілетіңіз қай жағынан сіз жақсы дамығыңыз келеді, сол ұйымда өзіңізді барып көрсеңіздер, сынасаңыздар болады. Бір жазылғанда бірнеше ұйымға жазыла аласыздар, и одан соң ұнамаған ұйымнан шығып кете қоясыздар. Және дебат сіз активист болу арқылы не ала аласыздар? Активист болсаңыздар, сізге мысалы бізде 10-шы общага бар ғой, 5-ші общежитие 10 этаждық. Вот содан мен осы жылы активист болу арқылы жаңа общежитиеде жатырмын. Ол бірінші пайда. Екінші пайда, бізде Ақаз Досжанова, Оспанов атындағы стипендиялар ойнатылады. Ол стипендияларды тоже ұтып аласыздар. Сіздің жаңағы әртүрлі гранты, дипломдарыңызға қарай, соларды санайды. Сіздің активист болуыңыз арқылы сол әртүрлі стипендияларды жеңіп алсаңыздар болады. Жалпы активист болған деген ол өте жақсы. Сіз қазір студентсіз, студенттік өміріңізде активист болмасаңыз, белсенді болмасаңыз, онда кейбір жағдайда студенттік өмірдің мәнін жоғалтып аласыздар. Сондықтан да студент болғаннан кейін барынша әртүрлі ұйымдарға жазылып қатысуға тырысыңыздар. Келесі, бізде егер де бұндай жай ғана қарапайым медициналық білім бермейтін ұйымдар керек емес дейтін болсаңыздар, онда бізде СНКлар бар, әртүрлі СНКлар, которые патоморфолог бар, патофизиолог, қай пән бар, соның әр қайсының жеке-жеке осындай өзінің қалай кружоктары бар. Соларға жазылсаңыздар болады. Мысалы, мен өзім СНК патоморфологта болдым. Ол жерде әртүрлі препараттармен жұмыс жасайсыздар. Ол препараттарды өңдейсіздер, ол препараттардың атын жазып, қалай болады, қалай жүзеге асыру керек, оны қалай описание жазу керек деген сияқты, соның барлығын сол жақта үйрене аласыздар.
Екінші, және бізде егер де әртүрлі жобалар жасаңыздар болады, научная работа, ол да тоже сіздің медициналық біліміңізді арттырады. Научная работа жазған кезде сіздің өзіңіздің кураторыңыз болады, сол куратормен байланыса отырып, қалай жазу керек, нені зерттеу керек, қалай зерттеймін деген сияқты сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Ал сіз ол научная работаны жазу арқылы егер удачный шығып жатса, онда басқа қалаларға шығуға, басқа тіпті шет елге шығып, өз жобаңызды қорғауға деген мүмкіндіктерді ала аласыздар. Жалпы универде оқу сіздің тек қана медициналық біліміңізді емес, сонымен қатар басқа да білімдеріңізді арттыруға, өзіңізді барынша ашылып, барынша көрсетуге деген үлкен мүмкіндіктің ортасы. Сондықтан да тек қана бір группада отырып, сабағымды оқысам болды, мен үшін сабақ маңызды деп жүрген болсаңыздар, оны барлығын ұмытыңыздар. Сіздің өте бос уақытыңыз көп, егер де табамын десеңіздер. Сондықтан да бос уақыттарыңызды бекерге жібермеңіз, барынша активист, белсенді болып өз өміріңізді әдемі өткізуге